Бізде Қазақстанда біз бұқаралық ақпарат құралдары деп айтамыз. Шетелде медиа деп айтады. Олар мысалы mass information tools деп айтпайды. Яғни бұқаралық ақпарат құралы деген сөзді қолданбайды. Бізде медиа, батыстың түсіндегі медиа бізде жоқ. Бізде құралдар бар, инструменттер бар. Сондықтан бізде журналистика кішкене басқаша. Бізде журналистика мақсатты түрде, біздегі журналистиканың алдына бір мақсат қойылады. Үкімет тарапынан болсын, басқа тараптан болсын, яғни журналистиканың мақсаты осы деп бізге мақсатты айқындап береді. Сол журналистер сол мақсатты орындайды. Ал медиа деп түсінетін елдерде, оларда журналистің алдына мақсат қойылмайды, журналистің алдында бір ғана мақсат бар, ол шынайы ақпаратты жеткізу деген мақсат бар. Ол сол ақпарат жеткізу үшін ол медианың арасында плюрализм қалыптастыра бастайды. Осы екі тұрғыдан келетін болсақ, бізде азаматтық журналистика, бізде азаматтық позициясы бар адамдар өзі аз. Азаматтық көзқарасы айқын, яғни саясатқа, қоғамдағы өзгеріске қатысты адамдардың саны аз. Интернетте көрінеді, бірақ оның барлығы интернетте жеке дара батырлар. Оған ешкімді кінәлай алмаймыз, бізде қоғам басқа, бізде қоғамда әзірге азаматтық қоғам әлдерге қалыптасқан жоқ. Азаматтық қоғам қашан күш алады, қашан қарқын алады, сол кезде меніңше біз азаматтық журналистика деген міне осы, бізде азаматтық позициясы мықты журналистер бар деп меніңше айтуға болатын сияқты. Ал әзірге бізге жай ғана интернет журналистер бар, дәстүрлі медиада жұмыс істейтін, соны интернетке алып келген журналистер бар. Олардың азаматтық позициясы болғанымен, олардың позициясы жұмыс берушіге тәуелді, жұмыс істеп отқан орнына тәуелді. Сондықтан біздегі азаматтық журналистика мен бар деп айтуым маған қиындау болады. Мен егер Еуропадағы немесе Америкадағы citizen journalismмен салыстыратын болсам. Мысалы бізде Джулиан Ассанж, мысалы бізде жоқ. Мысалы Джулиан Ассанжды мысалы нағыз азаматтық журналист деуге болатын шығар. Бүкіл фактіні қорықпай әлемнің алдына қасқайып көрсеткен интернет көмегімен. Мысалы бізде ондай әзірге мысалы мен көрген жоқпын. Ондай бір факттар жинастырып, қоғамға батыл көрсете алатын азаматтық позициясы айқын адамдарды көрген жоқпын. Бізде енді бар, былай, жалпы өзінің көзқарасымен бөлісетін деген сияқты. Бірақ оларда журналистік элементтер жоқ. Мысалы күнделікті анда барады, мында барады, бірақ олар журналистік принцип тұрғысынан бермейді ақпаратты. Азаматтық журналист менің түсінігімде азаматтық позициясы айқын, азаматтық позициясын көрсеткен кезде ол журналистік принциптерге сүйенеді. Ол эмоцияға қатыса алынбайды, ол дәлдік, ол шынайылық деген тәрізді дүниелерді көрсете алады. Мысалы мен осындай адамдарды азаматтық журналистер деп айтар едім.